Қайырлы күн достар, сіздермен Нұрлан. Бүгін мен сіздерге жалпы биткоин туралы ойым и среднесрочный торговля ретінде прогнозымды айтқым келіп тұр, көрсеткім келіп тұр. И жалпы биткоин туралы қазір не ойлап тұрмын. Біз мына жерде не көріп тұрмыз? Мына жерде біз каждый раз обновляли свои хаи. Обновление арқылы біз ликвидность жинап отырдық. То есть мына жерде біз так свинг хай дегеніміз, как раз таки бірінші осыны айта кетейін, ол осылар. Осылар, а свинг лой дегеніміз, соответственно, мыналардың астындағылары. То есть каждый раз обновляя вот эти хаи, мы собирали ликвидность. Как раз таки осыны артына тұрған стоптарды жинап шығатынбыз осы обновлениялар арқылы. То есть көріп тұрғаныңыздай, мы каждый раз обновляем хаи, но не обновляем лои. То есть мына жерде обновлениенің ешқайсысы болған жоқ. Соответственно, осы уровендердің астарында бізде объемдар бар деген сөз. Осы уровендердің астарында бізде объем бар деген сөз. То есть ликвидность бар. Енді бұны еще восходящий тренд деп атасақ та болады. И как раз таки восходящий трендте ликвидность бізде в основном астында қалады. Потому что бізде не обновляется наши лои. Енді қазіргі кезде боковик бізде ориентировочно июньде басталды. Июньде мен сол кезде группада айтқан тұғымын, то что бізде боковик продлится до сентября деп. Неге до сентября десеңіздер, өйткені боковик қалай пайда болады? Либо компанияда немесе монетада жаңағы интерес пропадает, либо крупные игроки набирают позицию или распределяют свои позиции крупный игроктар. То есть қазіргі кезде менің ойымша, аккумуляцияның последней фазасы ол собрать ликвидность, который у нас образовался ниже. То есть осы уровендердің әрқайсының астындағы ликвидностьті жинап алу қазіргі біздің басты мақсатымыз, лично менің ойым бойынша. И осы жинау арқылы дальше цена осыны жинағаннан кейін өседі деген ойдамын. То есть осыдан кейін фаза аккумуляции полностью бітеді, фаза боковика бітеді. Так, енді біз не көріп тұрмыз? Жалпы ликвидность дегеніміз не? Ликвидность дегеніміз, когда стоп ордерлар немесе вообще ордерлар, жалпы лимитный ордерлар активация жасалған кезде ликвидность пайда болады. Мысалмен айтқан кезде, шынайы өмірде Қазақстанда мысалмен машиналар арасында Камри ол самый ликвидный машина болып саналады. Неге десеңіздер, өйткені оны постоянно алып сата береді, ол популярный продукт. То же самое здесь, когда стоптар осы уровень астында орналасқан болады, олар активация жасалған кезде ликвидность пайда болады. Түсіндіңіздер ма? То есть қазіргі кезде басты мақсатымыз бізде собрать ликвидность. Өйткені ликвидность бойынша всегда крупный игроктар жұмыс істейді. Өйткені крупный игроктарда ақшалары көп адамдар по рынку сата алмайды, сатып ала алмайды. Мысалмен айтқан кезде биткоинда бір кезде байқасаңыздар болады, новости бізде позднее келді, бірақ осы диапазонда Илон Маск как раз таки өзінің большое количество активов в биткоинах он распродал. Не пайда болды мына жерде. Мына жерде бізде имбаланс пайда болды. Цена резко құлады. То есть бізде резко құлады, имбаланс пайда болды. То есть мына жерде объемов нету никаких. И именно осыны имбаланс деп атайды. Мысалмен айтқан кезде фиксированный профиль объема осыны сызғаннан кейін көрсек болады, то что мына жерде бізде ешқандай объем жоқ. Цена всегда старается перекрыть имбаланс частично на 50%, да, либо fulfill на 100%. То есть по сравнению осы объемдардыкін, и если сравнивать етсек осы объемдардыкін, разницасын көрдіңіз ба? По сути, мына жерде цикл гораздо меньше. А егер де былай істесекші, разницасын көрдіңіз ба? Разница очень большая. То есть, на жақта объем жоқ деген сөз особо. То есть, крупный игроктарға толкать цену выше бессмысленно. И на жерде біз не көріп тұрмыз? Цена постоянно өсіп жатыр, бірақ байқасақ болады, то, что бізде мына жерде осы диапазонда, қазір бір сағаттықны ашайын, локальный восходящий тренд еще пайда болды. То есть, бізде цикл бойынша большие движения болған кезде, мына жерде локальный еще один тренд пайда болды осындай. И даже бұны біз
какой-то клин деп атасақ болушы еді да. Қарапайым технический анализ қолданатын адамдар осы жерге клин сызып алушы еді. Сызғаннан кейін олардың так, бұл қандай клин, не помню точно, но пробой болғаннан кейін типа ары қарай өседі деп ойлаушы еді обычно, да. Қарапайым технический анализ қолданатын барлығы ловушка ғой барлығы маркетмейкер крупный игроктардың. Поэтому технический анализде осындай инструменттерді қолданбаңыз, осында клин какой-то или вымпел дегендерді, ну, соответственно, сіздер оны қолдансаңыздар да первостепенно сіздер ликвидностьқа и имбалансқа ориентироваться оларыңыз керек сіздер. Как раз таки біз не көріп тұрмыз. Собрали ликвидность выше, но самый хай біздікі болып тұр получается. И не көріп тұрмыз. Мына жерде цена цикл бойынша үлкен движение сызып жатса, до этого, да, на жерде уже цена кішкентай тренд бойынша какой-то образовал, да, осы диапазонда. То есть бұл не туралы айтса болады. Значит, истощение болып жатыр. Оны қалай байқасақ болады? Дополнительно біз на жерде дивергенция арқылы байқасақ болады. То есть осы диапазонда, так, вроде у нас дивергенция болды. Да, дивергенция, видите? Как раз таки бізде объемы никак не двигаются, практически, да, но цена өсіп жатыр. Это что значит дополнительно? Это значит дивергенция означает на восходящем тренде объемы падают, это значит, что в дальнейшем будет, скорее всего, падение, потому что интерес пропадает, дополнительно цикл бойынша да көрсек болады. Бізде жалпы айтқанда истощение болып жатыр, сила быков, то есть лонг позицияларын ашқан адамдардың күші азайып жатыр, гораздо сильнее. Вот. Дополнительный фактор. Так, ашайық енді біз S&P 500-та. S&P 500-ның фьючерсін ашқан кезде не көрсек болады? Біз жалпы 43.06, то есть 4306 уровенде ориентировочно бізде ликвидность бар. Осы уровендердің артында орналасқан стоптар тикта. Как раз таки мен осы туралы общий группада жазған болатынмын. Я писал то, что осыны обновлениесін жасаймыз. То есть, видите, біз осы уровенді бұздық, ликвидность жинадық. Ендігі мақсатымыз бұл жерде де біздің собрать ликвидность, которая образовалась у нас ниже. Біз не көріп тұрмыз? Чисто восходящий тренд. Ликвидность астында қалып қойды. Енді аккумуляция фазасы немен бітеді? Аккумуляция фазасы ол как раз таки боковикте пайда болған ликвидность, которую они специально сол ликвидностьтің барлығын олар арнайы жасады, крупный игроктар. Откупать етіп специально осындай моментум жасап. Как раз таки ликвидность астында болғаннан кейін қазіргі мақсаты ол обновление этих лоев, и цена дальше пойдет выше. Возможно, енді картина чуть-чуть басқаша болады бұл жерде де. Енді бірақ басты мақсатымыз по логике, да, по логике крупных игроков осындай. Енді NASDAQ ашайық. NASDAQ бойынша бізде примерно такая же картина. Видите, осы диапазон, осы уровень артында мы собрали ликвидность, ликвидностьтің бәрі астында қалды. S&P 500 бойынша айтуды ұмытып кеттім, мына жерде бізде осы уровендердің артында имбаланс, то есть неэффективное ценообразование, бұл жерде объемда жоқ, то есть цену дальше толкать пока что бессмысленно. Поэтому цену дальше толкать не будут. Именно поэтому мы видим черные свечи, которые уже примерно подтверждают после слома, слом болғаннан кейін, то есть шартовое движение болады деп қабылдасақ болады. Так, енді биткоинді қайтадан ашайық. Биткоинда бізде то же самое. Мы обновляли свои хаи, собирали ликвидность әрқашан үстіндегі уровендердікін, но ни разу не собрали ликвидность астындағы уровендер. То есть, как они собираются, да, допустим, тура осыны сызықша салайын, видите, бұл ценаны, егер де бүйтіп бұзған болатын болсақ, в таком случае ликвидность собрана было бы, то есть ликвидность жинаушы едік, бірақ біз ликвидностьті жинай алған жоқпыз, то есть. Вот, то есть ликвидностьтің барлығы астында, фаза аккумуляции заканчивается только тогда, когда мы соберем ликвидность ниже, как раз таки осы уровендердің барлығынан. И глобально менің ойымша қазіргі первостепенно мақсаты это собрать всю ликвидность здесь,
и цена дальше пойдет выше. Неге десеңіздер, өйткені чем дольше длится боковик, тем дольше, то есть тем больше келесі движениялар будут, былайша айтқан кезде кешірім сөзім тоты қалыппын. То есть специально, то есть боковик кішкентай болса, последующие движения кішкентай болады. Боковик үлкен болса, келесі движениялар тоже үлкен болады. Соответственно, это подтверждает, что последующие движения будут очень серьезными. То есть последующие цели — это обновление этих хаев первостепенно. Потом здесь проторговка будет, потом опять закрытие имбаланса и тому подобное. И 75-м 100 мыңға дейін барады. Вот. Қазіргі кезде басты мақсатымыз осы. Так, локально не көріп тұрмыз. Локально шартовое движение полностью көріп тұрмын мен. Абсолютно. Здесь мен позиция аштым. По эфириуму примерно осындай картина. Осы диапазонда ашқан болатынмын. Как раз таки шорт позицияны. Оған причиналар как раз таки мына жерде көріп тұрмыз. Мы обновляли лои, но не обновляли хаи. Как раз таки нисходящее движение, да, бізде ликвидность осы диапазон артында бар. Как раз таки мы закрыли часть имбаланса, в зону интереса примерно почти были, так скажем, да. И что еще произошло? Мы собрали ликвидность. То есть у нас как минимум две причины зайти в шорт-позицию. И если глобально воспринимать это, глобально қабылдасақ с серьезными намерениями, то есть серьезными целями среднесрочной торговли, это сделка была бы ориентировочно на обновление этих слоев. Первостепенное движение, как минимум. Так, а у меня, то есть менде эфириум бойынша аштым, менде уже все цели практически выполнены, потому что уже там менде стоп гораздо меньше и соотношение риска и прибыли гораздо лучше болып тұр. Там свои причины олар туралы мен сіздерге қазіргі кезде айтқым келіп тұрған жоқ, өйткені видео созылып кетеді. Так, еще менен сұрайтын, бізге с нуля түсіндіріп берші деп. Хорошо, мен с нуля кішкене түсіндіре бастаймын, бірақ видео түсіре бастаймын, бірақ дәл қазір емес, өйткені қазіргі кезде мен курс жазып жатырмыз партнерімізбен. Как раз таки курсты біз сентябрьдің басында ориентировочно ашамыз. Ориентировочно 6 адам аламыз, оның үшеуі практически бос емес уже, қалған 3 орын қалып тұр. Так, енді интерес болса, сіздер видеоның описаниясында бізде телеграм-каналға ссылкалар болады, сол жаққа кіріп как раз таки оқысаңыздар болады. Короткий опрос, сіздердің қандай опытыңыз бар екенін біз анықтау үшін, өйткені әр адамды ала бермейміз, өйткені біздің мақсатымыз ақша табу емес, біздің мақсатымыз сіздерге результат көрсету. Сіздердің қолдарыңыздан келе аламыз, соны біріншіден примерно анықтап, дальше сіздермен жұмыс істей аламыз ба, соны анықтап, сіздерге результат көрсету, чтобы вы смогли сделать результат. Уже біздің мақсатымыз осы. То есть сіздер в будущем кейс ретінде ролик қарастар. То есть вот мен сіздерді обучение жасай алдым, сіздерді үйрете алдым. И сіздердің результат көрсетулеріміз біздің басты мақсатымыз. Бізге не важно, қанша оқушы болады, қанша анау-мынау. Өйткені өтірік курста слишком көп, бесполезный курстар на самом деле. Біздің уақыттарымыз сіздерге арнайы көбірек бөлеміз, өйткені біз азғантай ғана ученик аламыз. Сіздердің домашний заданияларыңызды обязательно тексеріп отырамыз. Конференция, работа над ошибками, прогнозы, анализы, все, соответственно, барлығы болады. Онлайн режимде, офлайн режимде все грамотно стараемся делать. Және де біз беріп жатқан информациялар там по Moneyflow, да, оригинал такого индикатора стоит $1500. У зарубежных там ютуберов, да, мы даем его бесплатно, мысалға айтқан кезде, ол уже басқа как раз таки партнером сол индикаторами торговля жасайды. Мен по SM торговля жасаймын. Тоже очень ценная информациялар бар, которые очень достаточно приличный денег стоит. Біз сіздерге осыны қазақ тіліне аударып, қазақ тілімен түсіндіріп, көрсеткілеріңіз келіп тұр. Өйткені қазіргі таңда курсовиктердің басты мақсаты өздеріне ақша табу, өте дұрыс емес. Мен өзім лично көріп шықтым жаңағы курстарды, алдыңғы роликте айтқандай. И шыны керек, көңілім қалды Қазақстандағы жаңағындай өтірік курстармен пихать ететін адамдардан, шыны керек. Ладно, что-то какой-то бір реклама сияқты болып кетті. Осымен видеоны аяқтайын, сіздерге жолдарыңыз болсын.
ешқандай финансовый пирамидаға ілінбеңіздер, аман болыңыздар, ауырмаңыздар. Все, давайте. На скором тез видеоны снимать етін, маған уже кету керек через 10 минут. Поэтому вот. Все, аман болыңыздар.